Әл-Фараби шығыстың көрнекті ойшылы. Құрметті оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда шығыстың көрнекті ойшылы Аристотельден кейінгі екінші ұстаз Әл-Фарабиге тоқтала отырып, оның философия, математика, медицина, логика, этика және география ғылымдарына қатысты көптеген еңбектеріне сипаттама беру жолдарын қарастырамыз. Қазақ даласының данасы Әл-Фараби 870 жылы Фараби қаласында дүниеге келген. Ол әскербасы отбасында туған. Жас кезінен бастап зеректігімен, өнер білім алуға, ізденуге деген құштарлығымен көзге түсті. Ол жастайынан ертегі әңгімелерді, жыр дастандарды тыңдап, ой зердесіне тоқыды. Отырарда медресе бітіріп, ондағы аса бай кітапханадағы қолжазбаларды оқып танысады. Білім алуды одан әрі жалғастыру үшін ол сол кездегі дүниежүзілік аса ірі мәдени орталық саналған Бағдат қаласына көшіп келеді. Әл-Фараби көп оқып, өз білімін тереңдетіп толықтырады. Өзі мыңдаған еңбектер жазып, бұрын белгісіз болған көптеген ғылыми жаңалықтарды аша бастайды. Ол өзінің білімдарлығымен, ақылының алғырлығы және байсалдылығымен көп ұзамай белгілі ғалымдар арасында үлкен абырой беделге ие болады. Әл-Фараби 950 жылы 80 жасында Шам шаһарында қайтыс болды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар қажы Дербісәлі ғұлама өмірінен мынандай деректер келтіреді. Ұлы адамдардың қазасы және заманның ұлдары жайлы мағлұматтар туралы кітап атты еңбегінде араб жылнамашысы Ахмад ибн Халиқан былай деп жазады. Ол бау ішінде, бұлақ басында күн өткеріп, шығармаларын жаза берген. Ол ешқашанда өз қамын ойламаған, өте қарапайым жан еді. Сайф ад-Даула оған қазынадан күн сайын 4 дирхам беруді бұйырған. Өйткені Әл-Фараби осы мөлшерді қанағат еткен. Өле-өлгенше осылай күн кешкен. Бас мүфти Әбсаттар қажы Дербісәлі Сирияға барған сапарында сол елдің Фараби танушылардан ғұламаның құлпытасы астында кітапхана болған деген әңгімені естіпті. Әл-Фарабиді замандастары мен шәкірттері жоғары бағалап, Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп атаған. Өйткені ол грек ғалымдарының, соның ішінде Аристотельдің еңбектерін көп зерттеген. Деректер бойынша ол Аристотельдің физикасын 40 рет, жан туралы еңбегін 100 рет, риторикасын 200 рет оқыған көрінеді. Оның шығармаларына өзіндік түсініктемелер жазған. Ол білімнің әртүрлі салалары, астрономия, философия, логика, музыка, математика, этика, медицина, психология, тіл білімі, құқық бойынша зерттеулер жүргізген. Әл-Фараби 150-ге тарта еңбек жазды. Оның музыканың ұлы кітабы, бақытқа жету, ғылымдар тізбесі, ізгі қала атты құнды кітаптары бар. Араб, парсы, грек және басқа көп тілдерді жетік білген ғалым халыққа білім беруді армандады. Ол қайырымды адам жақсылыққа асық, жамандықтан қашық. Парасатты қайырымды адам ақылды, тапқыр, адал, білімді, өнегелі, жақсы тәрбиеленген адам. Ол бұзықылық, өтірік, алдаудан аулақ болу керек деп үйретеді. Сол кездің өзінде қанаусыз, зорлықсыз, бақытты қоғам орнату туралы жазған. Ол үшін мемлекет басшысының ақылды, білімді және адамгершілігі жоғары болуы қажет деп түсіндіреді. Әл-Фараби тамаша музыкант, орындаушы және ән-күй шығарған ақын. Ол домбыра, қобыз сияқты аспаптар жасап, музыкалық әуендер жазған. Ұстаздың жұмысын көп шәкірттер жалғастырған. Соның бірі ұлы ғалым Абу Али ибн Синаның есімі әлемге әйгілі. Әл-Фараби шығыс пен батыс халықтарының ғылымы мен ежелгі мәдениетінің одан әрі дамуына ықпал жасады. Оның еңбектері қазіргі күнге дейін мәнін жоғалтпаған құнды зерттеулер. 1960 жылдан бастап Қазақстанда Әл-Фарабидің ғылыми еңбегі мен өмірін зерттеу қолға алына бастады. Ол жөнінде 500-ден аса жұмыс жазылды. Қазіргі Қазақстан ғылым академиясының кітапханасында ұлы ұстаздың 50 шақты еңбегі бар.
қазақ және орыс тілдерінде ғұламаның еңбектері аударылды. Иран елінен қазақ ғалымдары ғұламаның қолжазбаларын тауып әкелді. Оны Алматыдағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кітапханасына тапсырған. Ал Астанадағы Еуразия ұлттық университетінің отырар кітапханасында осы 10 қолжазбаның көшірмесі сақталған. Әл-Фарабидің есімі Қазақ ұлттық университетіне берілді. Абу Насыр Әл-Фараби түрік ойшылдарының ең атақты ғұлама ғалымы.